Баршаңызға сәлем, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Бүгін осындай трещинкамен жасалатын шоколадты печеньенің рецебін көрсетемін. Бұл печенье өзіме қатты ұнады, тез жасалады екен. Дәмі де күшті болады, бірақ бір ғана минусы бар, ол енді сұйық майға жасалғаны маған ұнаған жоқ. Келесі жол мен өзіме жасайтын болсам, міндетті түрде кәдімгі сары майды ерітіп жасап көремін. Кәдімгі сұйық майды аламыз. Осыған жұмыртқа, сахарный пудра, жақсылап осыларды араластырғаннан кейін осының үстіне жаңағы крахмал саламыз. Крахмал любой бола береді. Картофельный сасаңыздар да болады, кукурузный. Мына жерде менде картофельный мен кукурузный екеуі араласқан. Енді осының үстіне ұн мен какаоны саламыз. Содан кейін разрыхлитель мына жерде. Какао мен де әдеттегі қолданатын кондитерский магазиннен аламын. Темный түрі, алкализированный дейді. Африка, Германия, любойын қолдансаңыздар болады. Енді осы қамырымыздың үстіне мына жерде грецкий орех кәдімгі и темный шоколад 53%. Бұлардың бәрін мен пышақпен кесіп майдалап алдым. Енді осыны қосқаннан кейін жақсылап біріккенше араластырып қамырымызды илейміз. Содан кейін бұл біздің тестамыз дайын. Осылай домалақтап бастамастан бұрын печкаларыңызды қосып қойыңыздар 150 градусқа қыза берсін. Менде осы тестадан 15 штук шықты. Сонда примерно андай жұмыртқаның размерінен сәл кішкентай размерде алып, домалақтап, осылай үстін сәл басып қойдым пергаментке. И араға шықтығын біраз бір-біріне жабыспайтындай етіп қойыңыздар, өйткені ол жайылады, үлкейеді, жабысып қалмас үшін. Содан кейін осыларды жасап болғаннан кейін жаңа біз печкамызды 150 градусқа қойып қойдық қой. Осы печеньені салғаннан кейін сразу 175-ке көтересіздер да, ровно 15 минут ұстайсыздар, болды. Печкадан шығарғаннан кейін печеньенің үстіңгі қабаты кішкене жұмсақтау сияқты болып тұрады. Это нормально, солай болады. Ол кейін суығаннан кейін қатаяды. Печеньеміздің рецебі осы. Сіздерге де ұнады деген ойдамын. Осы видеоны ұнаса лайк басып комментарий қалдырып кетіңіздер және өздеріңіздің таныстарыңызбен бөлісуіңізді сұраймын.